Bismillah, alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Inshaallah, bugun bilimda bo'l bo'tam degan taqrirbda buni qarashtiramiz. Tak, birinchi saboqda boshlamaz burun birinchi niyatimizni jundik, ya. Bizning 1 soat vaqtimiz bo'shqa o'tmas uchun maqsad birovda angdu ili birovdan kemchiligini tabu ili birovdan kemchiligini jariya etu emas. Maqsad bugun birovga foydam kelsa, bir narsa o'rensam, sol orqali umrimni o'zgartsam, Allohga yaqinlasam, o'zimni nodonlikdan tozartsam degan сияқты niyatlarni birinchi boshliqqa olamiz. Хорошо? Bu birinchi aytadigan narsa. Kеше birinchi saboqda ne aytdik? Birinchi saboqda biz aytdik, balaga ne uchun bilim alуды керек? Birinchi oған үйретеміз. Яғни бала не үшін оқу керек? Өйткені сен Аллахқа жақындайсың, да, балам. Сен мысалы тоқтамай намаз оққан сауабын алғың келе ма? Тоқтамай ораза ұстағанның сауабын алғың келе ма? Тоқтамай ендеше ол білім алу. Кім білім алатын болса Аллахтың жолында, оған даже жәннатқа баратын жол жеңілдетіледі. Екіншісі, білім ал балам, өйткені сен не үшін білім аласың? Үмметке пайда келуің керек, дінге пайда келуің керек, мұсылмандарға пайда келтіру үшін сен білім алуың керек. Яғни сен осы бір үмметке бір пайда әкелуің керек деген екінші мақсатты айтамыз. Қадірге сену. Қандай да бір қиыншылыққа ұшырадың ба, балам? Онда біл, бұл нәрсе, бұл әлем жаратылмастан бұрын не істелінген еді? Бұл әлем жаратылмастан бұрын бұл нәрсе уже жазылған, да? Сондықтан сен бұл нәрсеге не істе? Бұл нәрсе бұрын табрет деген сияқты ол балаға біз қадірді түсіндіреміз. Одан кейін біз айттық, үшінші пункт бұл үйдегі қарғысты дұғаға айналдыру. Ең болмағанда машалла, баракалла болмағанда айтуымыз керек нені? Аллахума архам Мөлдір, Аллахума архам Хадиджа, Аллахума архам Сағат. Тамды кім бар? О Аллах, рахымыңа алғайсың менің баламды деп. Үшінші пункт бұл не? Бұл дұғаға айналдыру. Бұл үшінші пункт. Балаға только үйна или сабақ оқы деп приказ бергеннен гөрі бірге атмосфераны орналастыру. Яғни, мысалы, бала сабақ оқып жатыр ма, сен де соның қасында отырып өзің домашний заданиеңді жаз. Мысалы, бала кітап оқып жатыр ма, сен де сол сияқты өзіңнің тапсырмаларыңды, не болмаса Құраныңды алып, 1 бет, 2 бет оқып деген сияқты не істеу керек? Балаға атмосфераны салу керек. Өйткені мама кухняда, папа телевизорде, а бала сабақ оқи алмайды. Өйткені үйде нормальный атмосфера жоқ. Да? Біз бірінші бөлімде бұлардың барлығына разбор жасадық. Осы нәрсені жалғастырамыз. Бүгінгі екінші бөлімде біз не айтамыз? Екінші бөлімде айтылатын бірінші лайфхак, не болмаса бірінші насихат, ол мысалы бала мектепте 3 алды, или бала мектепте 2 алды, или бала мысалы жарысқа қатысты, бірақ орын алмай қалды. Сол кезде үйде отырған ата-ана біздер не істейміз? Біздер көп жерде айтамыз, өзің оқымағансың да, мұғалім прав, сен өзің сөйткенсің да, деп біз всегда өзіміздің мнениемізді айтамыз. Енді осы нәрсені тоқтатып, не істеуіміз керек? Біз енді сұраймыз. Сен қалай ойлайсың? Мына 2-ні сен неге алдың? Или сен қалай ойлайсың? Мына 3-ті сен неге алдың? Қалай ойлайсың? Мұғалім саған дұрысыменен 3 деген бағаны қойды ма? Әлде саған қандай да бір әділетсіздік жасалды ма? Қалай сен ойлайсың?
деп баладан өзінің кінәсін мойындату да деген тактиканы пайдаланамыз. Яғни балаға сен екі алдың, все, сенің мынау дайындаламағының әсері демейміз. Біз өзінің ойын сұраймыз. Не, сен қалай ойлайсың? Мысалы, сен жарысқа қатыстың, да? И сен білесің, что бала дайындалған жоқ. Да? Ол телефон қарап жатты, келесі күні екісін алып келді, или үшін алып келді. Жарыстан өте алған жоқ. Емтиханнан құлап қалды деген сияқты, да? Сондай уақытта сен оған бақырып, шақырып айқайлаудан қажеті жоқ. Сен сұра. Қалай ойлайсың? Кімде кінә? Да? Значит, бала кінәсін мойындау арқылы не істеу керек? Ол кінәсін мойындау арқылы өзінің жіберген қателігін ол мойындау керек. Іштей, да, ауызбен айтпай ақ қойсын, хотя іштей, что менің кінәмнің әсерінен мен дайындалмадым, значит осындай болды, да. Бұл жерде біз нені қалыптастырамыз, да? Балаға жекелмейміз, или баланың абыройын түсірмейміз, или там баланы жерден алып жерге салмаймыз. Балаға өзінің қателігін мойындату деген нәрсені үйретеміз іштей. Яғни адам осознанно өзінің қателігін білетін болса, ол соны жөндеуге тырысады қолынан келгенше, да. Сондықтан бірінші айтатын насихат екінші бөлімдегі, да, ол балаға өзінің кінәсін мойындату не арқылы? Ақылдасу арқылы, өзінің ойын сұрау арқылы. Хорошо? Так, бұл екінші айтатын нәрсе. Екінші айтатын нәрсе ол баламенен отырып мақсат қою. Мақсат қою или график қою. Мен бұны көп жерде айтам. Мысалы, сенің балаң бар, бүгін сен мұғалім сайынды бастадың деп алайық, бір ай бұрын. Үйге қағазға жаз. Күнде мысалы мына үй тапсырмасын орындайтын кезде, да, үй тапсырмасын орындау, екі бет кітап оқу астына, үшінші диктант жаздыру, төртінші төрт бес сүрелерін өзің білетін қайталау, сосын мұғалім санидан осы айдың соңына дейін курсты аяқтау деген сияқты нақты мақсаттарды баламенен ақылдасып отырып жаз. Өзің емес, өзің қалайсың солай емес. Қалай ойлайсың? Давай біз понедельникке қояйық, там бір бет кітап оқуды, да? Кітап ауыр болмау керек. Кітап жеңіл болу керек, қыздар. Мен сендерге айтатын кітаптарым, бұлар орысша кітаптар. Әрине, орысша кітапты оқытыңдар. Өйткені қазір көп қазақтың баласы, не қазақтың баласы, көп қазақтар біздің сферада, да, орысша түсінбейді. Это очень плохо, өте ауыр, өте нашар. Өйткені қазір заманның ағымы ағылшынға қарай кетіп бара жатыр. Байқайтын шығарсыңдар, да, и роботтар деген шықты, барлығы ағылшынша ғана түсінеді, орысша түсінеді, қазақша ешкім түсінбейді. Сондықтан орысша үйге кітаптарды оқытыңыздар. Қандай кітаптарды оқытамыз? Әрине, дінге байланысты. Не там бағанағы намаздың қателіктері, оразаның қателіктері емес. Мысалы, 40 история деген бар, для юных мұсылман. Кішкентай балдарға арналған или жас мұсылмандарға арналған 40 оқиға деген кітап бар, орысша. Ішінде мысалы кішкентай бір 2 беттік, 3 беттік оқиғаларды баяндайды. Мысалы, бала далаға шықты, там да біреуді ұрды, басқа бір дос көріп қалды, сөйтіп ол оған насихат жасады. Мұсылман ұруға болмайды, өйткені пайғамбарымыз осыдан былай деген, хадисте былай келген деген сияқты баланың тіліне арнап жазылған кітаптар бар. Вот соларды PDF кітаптар бар, скачать етіп алыңдар, шығарып алыңдар. Сөйтіп күніне 2 беттен, 1 беттен, жарты беттен оқыңыздар баламен бірге. Неге? Бұл бір жағынан баланың сөйлеу қабілетін, ойлау қабілетін, это тілінің келмеуі, да, соның барлығын постепенно уже кетіре бастайды. Бұл сразу емес. Сосын уже 1 ай, 2 ай, уже 6 ай дегенде сендер регулярно істейтін болсаңдар, 6 айдан кейін уже бала нормально орысша емін еркін оқитын болады. Сосын әрі қарай уже, мысалы, мәтіннің соңында сұрақтарға жауап болады. Мысалы,
пайғамбарымыз саллаллаху мұсылманның хақы туралы не деген, сен қалай ойлайсың, яғни хадисті жаттау емес, хотя мағынасын жеткізсе де жеткілікті. Көрдіңіздер ма? Сөйтіп баланы уже орысшаға тәрбиелейсіздер. Мысалы, да, бұл бірінші пункт мысалы. Екінші, мысалы күніне жарты беттен ғана оқытыңыздар. Бірінші кезде не надо сразу 2 беттен, 3 беттен там да. Сосын екінші, диктант жаздыру орысша. Диктант қалай жаздырамыз? Диктант тоже ауыр болмау керек. Мысалы кәдімгі қарапайым чайник, стол, карандаш, кроват, есік деп дверь деген сияқты бағанағы сөздерді жазамыз. Өйткені бала орысшаға естуді үйрену керек. Естіп, содан кейін барып жайменен барып мысалы правилаларды тоже айтудан қажет жоқ. Анада мынадай деп, мысалы ана, он деп жазамыз ғой. Мысалы да, если ол ана деп жазып қойса, сен айтасың, бізде кейбір сөздер бар, ана деп айтылғанмен ол орысша оно болып жазылады деген сияқты. Уже балаға практиканың ортасында біз правиланы түсіндіреміз. Түсінікті ма? Яғни отдельно отырып алып немене жыдан кейін шыдан кейін и жазылады, или мына жерде о жазылады деген нәрсе балаға, бұл нәрсе скучно. Көрдіңдер ма? Енді сондықтан күніне мысалы хотя 15 бір дәптерді арнап қой. Да, мен особенно не арнаймын, қалың дәптер арнаймын. Общий тетрадь. Общий тетрадьты екіге бөлем. Жартысын диктантқа, жартысын көшіріп жазуға. Яғни бір жарты бетін мысалы мен диктант қыламын. Мысалы бірінші кезде біз сөзден бастадық, сумка, дәптер, көйлек деген сияқты да, орысшадан. Сосын уже ары қарай сөйлем айта бастадық. Там кто-то пришел домой, там кто-то что-то делал, да, уже соны уже жаза бастайды. Ал дәптердің екінші бетіне сен баланың почеркісі дұрысталу үшін, орысшаға көзі үйрену үшін бағана оқытқан кітапты көшеткізесің. Бәрін емес, мысалы бірінші кезде 4 абзац, 5 абзац, или там бір абзац деген сияқты кішкентай-кішкентайдан көшеткізесің. Сонда сен балаға орысшаны оқытқыздың, құлағымен естіртіп диктант жазғыздың, көзіменен көргізіп көшірттің. Почеркісі де жөнделеді, көзі де үйренеді, қолы да үйренеді. Уже бала 6 айдың ішінде өте үлкен жетістікке жетеді. Егер ата-ана регулярно істейтін болса қыздар. Да? Дәл сол сияқты мен бұны неге айтып жатырмын? Өйткені көп ата-аналар орысша баласына үйретпейді, только қазақшаны пихайттай береді. Қазақша қазір еш жерге жарамайды қыздар, кроме Қазақстандағы мектептер мен базарға болмаса, государственный органдарда ертең балаларың жұмыс жасаса, документтің барлығы орысша толтыру керек. Бір жерге интервью беретін болса да орысша сөйлейді адамдар. Оның не айтып тұрғанын бала түсінбейді. Да? Это бұның барлығы баланың мына кругозорын өте төмендікке түсіреді қыздар, өте төмен. Сондықтан барынша орысшаны осылай қосыңыздар, постепенно. Ал егер орысша маған керек емес, ойбай мен арабша қатырамын десең, онда дәл осылай арабша кітаптарды оқы. Кішкентай кітаптар бар, соларды оқы, көшірткіз, жазғыз, әріп танитын болса мә, миму, бә, бибу, да, егер сөйлем жазылатын болса жаздыр, яктуб, ялаб, тамда ойнады, отырды, и сол кезде баланың көзі де үйренеді, құлағымен естуі де үйренеді. 1 ай, 6 айдың ішінде уже бала біраз өзгеріске жетеді қыздар. Сондықтан екінші пункт да бүгінгі бұл не? Баламен бірге отырып мақсат қою. Баламен бірге какой-то бір цель қою. Балам бізді осы 3 айдың ішінде біз мұғалім зайнеті бітіреміз, чтобы мұғалім зайнеті тез бітіру үшін екеулеп бірге оқуымыз керек кітапты. Или екеулеп, вот міне мен саған расписание жазамын, сен осыны орындайсың. Да? Егер сен осыны күнде орындап отырсаң, бірге там 5 минут кітап оқимыз, 5 минут диктант жазамыз, 5 минут сен текстті көшіресің. Егер сен осыны орындайтын болсаң, мен саған 1 сағат телефон беремін. Келісім. Жүктеу емес, или заставлять ету емес, бізге керек не ақылдасу. Мысалы сен күйеуіңе или күйеуің саған
жүктемейді ғой, заставить етпейді ғой, сен тамақ істесең де істейсің. Бүгін мен мысалы манты хочу, да, айтпайды ғой, не келеді енді істесе шамаңның келгенін дейді, или не бар енді соған қарап істесейші дейді. Иә, не істеп жатыр, ақылдасып жатыр, сенің шамаңа қарай жатыр, да, сен өзіңнің шамаңа қарай істейсің. Дәл сол сияқты баламен де біз не істейміз, біз ақылдасамыз, өзің заставить етпейміз. Хорошо. Сонда екінші нәрсе, егер балам бір жетістікке жеткенін қалаймын, балам пысық болса екен, балам бір өзгергенін қалаймын дейтін адамда мақсат болу керек. Мақсат. Бір жағынан бала да уже соған шыңдалады, ол босқа уақытын жібермейді, и сен де босқа уақытыңды жібермейсің. Күнде бір уақытты дайындап қой. Кешкі сағат 6-дан бастап 7-ге дейін отырамыз екеуміз. Екеуміз осы бір сағаттың ішінде бір сағатты үшке бөліп таста. Бір сағатта мысалы 60 минут бар ма? 25, 25, 25, 28 минуттан бөліп таста. Бір алғашқы минутында, мысалы алғашқы 30 минутында или 20 минутында оқу, 20 минутында көшіру, 20 минутында диктант. Болды. Сонда бізде не қайда пайдаланды? Бізде пайда болды мақсатқа жетудің тактикалары. Мақсатқа жету үшін сен сразу жетпейсің, сен оған лестница керек, баспалдақтар. Кішкентай орындалатын тапсырмалар, да? Егер оны регулярно орындайтын болсаң, үлкен жетістікке жетесің. Ал кішкентай нелер, тапсырмалар, бұлар не, вот это, так, Алек деген кім? Андрей дейді. Так, енді не істейміз? Мақсат қоюды үйреттік. Үшінші нәрсе, енді біз не істейміз? Үшінші пункт бізде бұл, давайте сіздерге сұрақ. Мысалы, үйде балдар тамақ жеді деп алайық. Бәрі өзінің посудасын тастап кетті. Дастарханның үсті лас, как обычно, кілемде тамақтың қалдықтары жатады. Иә? Так, осындай кезде қалай сіздер үйді жинайсыздар? Ал мысалы, балдар үйде 3 бала бар деп алайықшы. И олар даже мысалы далада құммен ойнады. Үстері балшық. Суды қосты. Сөйтіп үйге сол балшық қалпы келіп, полдың барлығын бағанағы не істеп кетті, ластап кетті, да? Біреу су ішем деді, біреу нан бер деді, үйге кіріп шығады ғой балдар. Сөйтіп үйдің коридорды барлығы балшық болып кетті. Не істейміз? Так. Так. Не істейміз? Так, біз көп жерде істейміз, баланың артынан тазалап кетеміз, да? Көп жерде біз баланың артынан тазалап кетеміз. Өзіміз бұрқылдаймыз, қарамайсыңдар ма көздеріңе? Неге арттарыңды жинамайсың? Бірге служанкам ба деп бұрқылдаймыз, сөйтеміз да баланың артын өзіміз жинаймыз. Да, өйткені біз сол нәрсеге үйрендік. Бұл жердегі көп ата-ананың қателігі неде? Енді біз баланың артынан жинамаймыз. Или мысалы өзінің іш киімін, или өзінің посудасын жумай тастап кетті деп алайық.
иә. Или бала далада ойнады, сөйтті де бүкіл үсті басы не балшық үйге кірді да полдың барлығын ластады. Да? Біз не істейміз? Біз бұрқылдап жүріп, соның артын жинаймыз. Бұл қателік. Енді біз бұны не істейміз? Біз бұны өзгертеміз. Қандай қылып? Бұны өзгертеміз. Біз баланы шақырамыз. Так, Мөлдір, Мұрат, бері кел. Мынау не? Яғни олар далада құммен ойнады, балшық қылып та, сөйтіп киімдеріменен, лас киімдеріменен тастап кетті. Лас киімдеріменен үйдің барлығын лас қылды деп алайық. Сен оның артынан жинамайсың, или сен оның артынан жүрмейсің. Сен не істейсің? Сен шақырасың. Так, Мөлдір, Мұрат, так, бері кел. Сен жаңа далада ойнап жүредің, үстің балшық, үйге кіріп мынаның барлығын ластадың, енді өзің тазала. Мынау трәпкі сыпыр, мына трәпкімен полыңды сүр, сөйтіп өзіңнің ластаған жеріңді өзің дұрыста деп, сен оған не бересің? Сен оған жол көрсетесің. Түсінікті ма? Яғни баланы самостоятельно қылып үйренеміз. Яғни бала өзінің артынан өзі тазалап үйрену керек. Қашанға дейін ата-ана оның артынан жүреді. Или мысалы бала шомылды, баняға да кірлерін баняның ішіне тастап кетті. Да? Или душқа тастап кетті. Сен алып оны апарып стиркаға салма. Не істейсің? Шақырасың. Так, Мөлдір, Мұрат, бері кел. Так, мынау сендердің кірлерің апарып стиркаға салыңдар өздері. Иә, да? Значит, балаға бұл жерде нені айтқымыз келіп отыр? Бұл жерде баланы біз самостоятельно қылып үйретуіміз керек. Мысалы, бала домашний задание жазады, дәптерін жазды, кітабын жазды, дәптері столдың бетінде шашылып қалды. Бұрқылдап жүріп жинама. Шақыр, бері кел, дәптерлерін, ручкаларыңды жинап, шкафтың ішіне салып қой. Төсегі шашылып жатыр ма? Бұрқылдап жинама. Не істе? Шақыр. Төсегіңді өзіңе жина, бері кел. Мынау не? Мынаны апарып өзің іліп қой. Тарағың қайда? Тарағың шифонердің ішіне тұр ма? Салып қой. Қаламың, бір қаламы жерде жатыр. Алып мынаны алда пеналдың ішіне салып қой. Яғни әрбір затты өзінің орнына қоюға үйретеміз. Мысалы, обычно бізде шашын тарайды, айнаның алдында қалады. И оны мама жинаған кезде, тазалаған кезде тарақтап барып шифонердің ішіне салып қояды. Да? Жоқ, әркім өзінің артын өзі тазалау керек, қыздар. Егер балам самостоятельно болса екен, балам өзі бір ойланып, өзімен өзі бір нәрсені бітірсе екен дейтін болсаңдар, онда баланы самостоятельно қылып үйретуіміз керек. Бәрінің артынан бұрқылдап өзің бәрінің артынан жүре беруге болмайды. Мысалы, мама, біз көбісімізді, көп әйелдердің бүкіл уақыты үй жинаумен өтеді. Үй жинаумен, посуда жуумен, кір жуумен өтеді. Оның сабақ алуға, домашний задание жасауға, сөздік жаттауға, мысалы, Мединский бәйнедегі оқитындарда, олар всегда көбісі домашний задание орындамай келеді. Неге десең, уақыт жоқ. Целый день үй жинау, целый день тамақ істеу, целый день ананың артынан бір жүру, мынаның артынан бір жүрумен оның уақыты өтеді. Сондықтан бұл нәрсенің барлығын аламыз, бұл нәрселерді тоқтатамыз. Не істейміз? Әркім өзінің артын өзі тазалауы керек. Тамағын ішіп болды ма, шайын ішіп болды ма, өзінің посудасы мен қасығын апарсын кухняға өзі. Неге сен апаруың керек? Ол киімдерін шешеді, сен оны апарып стиркаға салуың керек. Неге? Өзі апарсын. Мусор қалды, мусор апарып өзі түксін. Да? Значит, егер әркім өзі самостоятельно болуды қалайтын болса, баланың артынан жүрмеу керек. Бұрқылдап. Да? Бала бүлдірді ма, өзі жинасын. Бала мысалы бір нәрсені төгіп алды ма, өзің бұрқылдап жүріп қолыңа сыпырғышты алып, қалақты алып сыпырма. Сыпырғышпен қалақты ал, өзің жинасын.
да, өзі жинасын. Даже ол екіде бола ма, даже ол үште бола ма, даже ол төртте бола ма, разница жоқ. Даже бірдегі баланы өзің ойыншығын жинатқызып қоюға болады. Пакетті ал қасыңа, сөйтіп отыр. Так, Мұрат, ойыншықтарыңды жинаймыз. Значит, баланы не істедік? Баланы самостоятельно болуға үйретеміз. Қашанға дейін оның артынан бұрқылдап жинай береміз. Егер осылай бұрқылдап жүре беретін болсаңыздар, өздеріңізге ешқандай уақыт тапылмайды. Ешқандай уақыт. Өздеріңіз солай өмір бойы баланың артын тазалауменен, баланың артын немізбенен да бағанағы жүруменен уақыттарың өтеді. Ешқандай мақсаттарың жоқ. Қазір көп сестраларды өз-өзіне қарамайды. Спортпен айналыспайды, там бетіне там бір уходтар жасамайды, тек бағана шашы май болып только кухняда баланың соңында жүре береді. Туа береді жыл сайын, там 4 бала, біреуде 5 бала, там соның артынан жүреді. Тума демейміз, ту, проблема жоқ. Бірақ неге сенде спортқа уақыт жоқ? Неге сенде мысалы уақыт жоқ бетіңе массаж жасауға? Неге сенде уақыт жоқ шашыңды бояуға? Өйткені сен целый день сол баланың артынан жүресің. Целый день кухняның ізінде жүресің. Сен не істе? Сен әрқайсысына жұмысты бөліп таста. Получается, мысалы үлкен ұлың бар ма? Мұрат қайдасың? Так, Мұрат, сенің жұмысың күнде мусор төгу, су тасу үйге. Мусор толып кетті ма? Сен жаңа Мұрат жұмысыңды істе. Так, мөлдір, сенің жұмысың, мысалы бала үште, кішкентай или екіде, қолына тряпканы беріп қой, есіктерді жусын, есіктерді сүртсін, босқа жүрмесін. Или не болмаса, мысалы, тағы қандай ситуациялар бар. Мысалы, сенде 5 бала. 5 балаға 5 түлікті бітіріп таста. Мысалы, 4-те, 5-те, 6-да, 7-де қызың бар. Уже 7-8 уже үлкен. Сондықтан аяғының астына стол қойып қой да. Не істе? Стол қойып қой да. Вот раковинада тұр, умывальникте ыдыстарды жу. Қалай болса солай жусын, жуса болды. Не надо бәрін үңіліп қарап та микроскоппен да кінәні таба беру. Ана жері қалып қойыпты, мына жерің сатақ болыпты, одан да мен өзім істей салайын, өзім істегенім жақсы деп мойныңа ала берме. Ала берме. Бір күн сатақ қылар, ертең 2 күн сатақ қылар, үшінші күні бір нәрсені сындырар, но 1 айдың, 2 айдың ішінде уже бала уже шыңдалады. Да? Сонда сен не істедің? Өзіңе уақыт таптың. Мысалы, көппен бірге істесең, мысалы, бала мусор төгеді, біреу су төгеді, біреу там бір нәрсе істейді, біреу там бір нәрсе істейді, сенде уақыт қалады. Сол уақытта сен өзіңе бір 30 минут бетіңе уақыт бөл, шашыңды боя, бетіңді кіте массаж жаса, или спортпен жаса, бірдеңелерді жаса үйде отырып. Не обязательно фитнес-клубқа бару, не обязательно там массажный клубқа бару. Не надо, барлығын үйде істеуге болады, егер адамда желание болатын болса. Көрдіңіздер ма? Сонда көп ата-ананың осы жерде қателігі бағанағы баланың артынан бұрқылдап жүре беруі. Мен сендерді мен сендер слушанкам ба, мен сендерге бұндайым ба, мен сендер сондайым ба дейді да, артынан жүріп посудасын жуады, артынан жүріп стиркада ана жерде киімдер жатады, алып стиркаға тасиды, шашта мысалы тарақтар қалады, тарақта шашын тарағаннан кейін шашы түсіп қалады. Соны бұрқылдап жүріп өзі жинайды. Шақыр, мөлдір, сен шашын тарадың, мына жерде шашын қалды, тарақты тазарт. Ана жерде тісіңді жудың, шөткіңді апарып сал. Айт, өзің жүрме. Сол кезде сен, может, 1 ай айқайларсың, может, 2 ай айқайларсың, да? Но бала уже осыған не істейді? Үйренеді. Үйренеді. В конце концов ол үйренеді. Сосын не істейді? Ол өзі болып, өзі бағанағы пайдаланған затын өзі орнына қоятын болады. Көрдіңіздер ма? Сөйтіп баланы не істейміз? Самостоятельно қылып үйретеміз, қыздар. Онсыз болмайды. Бәрін мойнына алып, бәрінің артынан жүгіре беруге адам физически үлгермейді и морально шаршайды, қыздар. Морально. Күнде бір тірлікті істей беруге. Сендер айтасың ғой, күнде бір тірлікті істедім, даже өмір сүргім келмейді деп та. Бұл морально адамды давиттайды. Сондықтан не істеуің керек? Вот это нәрсені балаға үйрету керек. Үйрету керек. Конечно, бір күнде бәрі құрылмайды. Сенің постепенно шақтарың арқылы жасалынады.
бір ай істе, 2 ай істе, 3 ай істе, 3 ай ұрсарсың, 4 ай ұрсарсың, но 5 ай 6 айдан кейін адам өзі ақ үйренеді сол нәрсеге. Даже малдың өзі үйренеді ғой. Малдың өзі 1 айдың ішінде үйренеді. Сондықтан бұл нәрсеге ондай қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Дальше. Так. Сосын тағы да бүгін айтатын төртінші мәселе да бұл егер балам білімді болсын, пысық болсын, самостоятельно болсын десеңдер, тағы үйрететін бір нәрсе бар, ол адап, қыздар. Адап. Біздің көп балаларда адап жоқ. Оны айтпай ақ қояйын, да? Даже ата-аналарды айтпай, балаларды айтпай ақ қояйын, ата-ананың көбісінде адап жоқ. Сабаққа келеді, кетеді, или қаласа кіреді сабаққа, қаламаса кірмейді, сабаққа кешігіп жатыр ма ескертпейді, бар ма жоқ па ұстазбен, оның шаруасы жоқ. Бұндай ата-ана білсін, бұндай ата-анадан жөнді адабы бар бала туылмайды, қыздар. Мгм. А, көп балада адап жоқ. Адап жоқ. А, енді осы жерде адапты қалай үйретеміз? Отырып алып та бүйтті, мына істегенде былай істеу керек деген теория керек емес бізге. Бізге практика керек. Хорошо? Мысалы, 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 бөлмеге кіру. Иә? Мама мен папаның бөлмесіне кіру үшін есік қағылу керек. Кім бұл адапты істейді? Бар ма осы жерде осы адапты істейтіндер? Кімнің баласы мамасы мен папасының комнатасына кірген кезде есікті қағып кіреді? Бар ма ондайлар? Мен ойлаймын, ондай жоқ деп. Бір адамда бар еді, хорошо. Бұған да шүкір. Так, тағы. Мгм. Тағы бар ма? Бізде есік жоқ. Есік жоқ болса, стенаны өруге болады, если что. Иә? Если есік болмайтын болса, просто нені, комнатаны шүберекпенен жауып, да, қойып қою керек. Сосын бала сұрасын, кірсем бола ма, мама? Кірсем бола ма, папа? Да, хотя солай сұрау керек. Так, так, кім бар? Рұқсат жоқ есік ашуға егер бөлмеде болсам. Рұқсат жоқ есік ашуға егер бөлмеде болсам, түсінбедім. Иә, қағады дейді. Иә, бар, да? Но көбісінде бұндай нәрсе жоқ. Есік қағу деген нәрсе жоқ, да? Енді қараңдар, неге мен бұны айтам, да? Өйткені бұл Құранда келетін приказ. Құранда приказ келеді, что адам бөлме кірген кезде, да, ата-анасының бөлмесіне кірген кезде, таңертең, түсте және кешке есікті қағып кіру керек. Рұқсат сұрап. Бұл приказ парт. Өйткені таңертең мысалы ата-ана үсті ашық ұйықтап жатуы мүмкін. Да? Обедте мысалы киім ауыстыру мүмкін, кешке тоже киім ауыстырып или там ұйықтап жатуы мүмкін, әуреті ашылып. Соны көріп қалудан сақтау үшін не істеп жатыр? Есікті қағып кірсін дейді. Ал біздің ата-аналардың көбісі өзінің баласымен бірге баняға барады. Иә? Арқасы, төсі, да, кіндікпенен тізенің ортасы, или кеудеменен төстің ортасы, тізенің ортасын бала спокойно көре береді. Это же нормально. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Адап деген нәрсе болу керек. Хотя осы жерде. Бізде ондай нәрсе жоқ. Баламен бірге шомыламыз, баламен бірге бағанағы бассейнға барамыз, там да. Сен кімсің, бала кім? Айырмашылық жоқ, екеуің как бірдей сияқтысыңдар. Анау сені ата-ана деп құрметтемейді, и сен оны, сен де өзіңдің дәрежеңді баланың алдына түсіресің. Сондықтан, егер бала бағана ақылды болса екен, балам пысық болса екен, балам самостоятельно болса екен дегендер, оды адаптан бастай беріңіздер. Ал енді кейбір айтуы мүмкін, енді менің балам 10-да, менің балам там 5-те, да? Енді есікті қақпайды, біз үйреніп кеткенбіз. Енді неден бастаймын десе, біз не дейміз? Бастай бер дейміз қазір-ақ.
мысалы бала 5-те комнатқа күнде кіріп жүр да, сен мысалы бүгін есігін оказывается есік қағып көру керек екен да, сен не істейсің, 5-тегі балаға айтасың комнаттан шыға тұр, мен киініп алайын. Иә, бала кетеді, ойламай ақ қой. А мысалы 1-дегі бала, 2-дегі бала комнатқа кіреді, ол түсінбей ма, көтеріп ал да басқа комнатқа апарып таста. Есікті жауып ал, егер есігің болмаса шүберекпен жауып ал. Ойбай, шүберекте жоқ, дымда жоқ, біздің үйде бірақ комната десең, онда перденің артына бар. Хотя үйде перде бар шығар да, терден жауып тұрады, сол перденің артына бар онда. Ойбай, перде жоқ десең, есіктің артына бар. Кішкене бір вот это не болады ғой, бір есік жоқ десең, мынадай не дейді, үйдің қабырғалары бар да, қуыстарға баруға болады ғой. Или үлкен балаңды шақырып, или күйеуіңді шақырып, мына пердемен мені жаба тұр, киімді ауыстырып алайын, да, болады ғой. Мысалы мектепте бұрын дене шынықтыруға киім ауыстырған кезде біз подружкамызды шақырдық қой, мына ұстай тұр, мен шалбарымды ауыстырып алайын, да, юбкамды шешіп шалбарымды киіп алайын, дышы шалбарымды. Болды ғой да. Сол кездегі адаптар неге қазір жоқ? Неге біз бұны істемейміз үйде? Баланың көзінше шортикпен, баланың көзінше бағанағы төсімізді ашып, арқамызды ашып жүре беру, бұл кәдімгі, былай қарасаң, бір нормально сияқты, но на самом деле это жиіркенішті. Жиіркенішті, өйткені адап жоқ. Сондықтан осы мәселеде не только бұл адап не да, есік қағу, бұл только ұстазбен де қарым қатынастың кезінде де болу керек. Ата анамен сөйлесу кезінде де. Қазір көп балалар әке шешесінің бетінен алады. Шақырып ал да айт. Сөйлесу керек баламенен. Неге сен маған айқайлайсың? Неге сен маған айқайлайсың? Мен сенің мамаң емеспін ба? Мен сенің папаң емеспін ба? Не надо оған айқайлап ұра беру? Шақырып ал, неге сен маған ұрсасың? Сен неге маған ұрасың? Неге сен маған дауыс көтересің? Да, мен сені баққан жоқпын ба? Мен сен кішкентай кезіңде мен саған көңіл бөлген жоқпын ба? Сен аспаннан осылай түстің ба? Күшің көп болып, қуатың көп болып, күшті болып түстің ба? Сен кішкентай әлсіз бөбе едің. Саған күш, қуат берген Алла, себебін жасаған менмін. Неге сен маған олай дауыс көтересің? Мұсылмандар ата анасына дауыс көтермейді. Айту керек. Үстінен бас тастау керек. Бір қол көтере ма, қол көтереді деп айқайлайды. Екінші рет айқайлайды, үшінші рет айқайлайды, айтып отыру керек. Всегда айтып отыру керек. Мына жасап отырған нәрсең күнә. Бұның жауабы болмай қоймайды. Яғни ертең сен де өсесің, ата ана боласың, сенің балаң саған қарсы сөйлейтін болады. Сен ойлама, бұл просто так кетеді деп. Бұл алдыңа келеді. Бізде қазақта бар ғой, атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді деген. Да? Соны айт. Давай мысалы мөлдірді, қазіргі подростковый возрастағыларда бізде көбісі айқайлайды ата анасына. Ой, қойш, істеп жатырық қой, сен бүйтпейсің мені, сен сөйтпейсің мені. Да, көбісінде. Бұны не істейміз? Бұны шақырып аламыз. Да, егер үйдің үлкені болатын болса отдельно, үйдің кішісі болса отдельно, да, барлық баланың көзінше талқылап қажеті жоқ, жеке шақырып алып сұраймыз. Не жетпей жатыр саған? Не айтқың келіп жатыр маған? Қай жерім ұнамай жатыр саған? Давай сөйлесейік. Давай бір келісімге келейік. Үйде қашанға дейін олай бір не ұқсап жүреміз да, бір-бірімізде қабағымызды шытып. Сөйлесу керек, қыздар. Сондықтан осы жерде айтатын нәрсе да, не только бағана есік қағу, не только там ата анаға дауыс көтеру, любой кәде ситуация, қонаққа барған кезде де мысалы бала секіреді, там бірдеңелерді сындырады, там да айту керек. Айту керек, бұлай жасама. Қайтып келе жатасың ғой, не надо бағана қонақтардың көзінше айқайлап ұрысып, там оның ешқайсысы керегі жоқ. Қонақтан қайтып келе жатқан кезде или үйге келген кезде айту керек. Сен кеше қонақта өзіңді дұрыс ұстамадың, ұят болды мына тірлігің сенің. Мына жерде сестралар отырады, сен болсаң есікті қақпай кірдің, сен де ер баласың, сестралар отырған жерге кіруге болмайды. Даже ол 5-тегі бала болсын, 7-дегі ер бала болсын, 8-дегі ер бала болсын, айту керек. Адапты түсіндіру керек. Или мысалы қазір балалар бізде сестраларын сипаттайды.
қонаққа барасың ғой. Мен қазір қонаққа барған кезде даже өзімнің мына абаямды шешпейді екенмін сыртымдағы. Неге шешпеймін орамалымды? Өйткені сол үйдің бағана баласы да қазіргі кішкентай балдар сесалады сипаттайды екен. Там ана мөлдір деген сестраның шашы ұзын, там Мәриям деген сестраның там шашы қысқа екен, шашын сарыға бояп алыпты деп, оны бағанағы үйіндегі адамдарға айтады. И ата ана соны тыңдап отырады, үндемей отырады же бала. Но бала болғанмен баланың адабы болу керек. Айту керек, балам, бұндай нәрселерді ер кісі бар жерде айтуға болмайды. Өйткені сестра ер кісіден жасыру үшін оны жасырып отыр. Сен неге оны айтасың? Оны не істеу керек? Сол жерден тыю керек. Или мысалы бала мектепте біреуді жамандап келеді. Иә, анау бүйтті, мынау сөйтті, апайы болса бүйтеді, апайы болса сөйтеді, там да. Ана бір артта отыратын екілік, там Мұрат деген бар, троечник та, әбден шаршатты мені, там үсті басы кір-кір, басы бит, бірдеңеле сірдеңе айтып сөз тасиды ғой. Да? Ата ана отырмау керек. Айту керек, балам, мектептегі жағдайды үйге тасыма, үйдегі жағдайды мектепке тасыма. Бұл харам. Сен не істейсің? Балаңды ғайбат айтудан қайтарасың. Ей, бала ғо, айтсаң түсінбейді ғо, білмейді ғо деп отыра беруге болмайды. Болмайды. Өйткені сен қазір ауыздықтамасаң мына мәселені, да, онда бұл нәрсе ертең үлкейеді, үлкейеді, үлкейген кезде сен даже оны аузын жауға шаман келмей. Балаға уже бұл привычка қалып қояды. Привычка. Көрдіңдер ма? Или мысалы біреу жарыстан құлап қалады, емтиханнан құлап қалады, үйге келіп соны осуждать етеді балдар қазір. Сондықтан үшінші мәселе, бүгінгі төртінші мәселеді. Бұл не? Бұл балаға адапты үйрету. Ұстазды құрметтеу, ата-ананы құрметтеу, өзінің бауырларын құрметтеу деген сияқты да. Мысалы бізде балалар бір-бірімен тоже төбелеседі. Үлкені кішісін ұрады, кішісі үлкенін ұрады. Там да и сондай кезде тоже айту керек. Бұл сенің ағаң, бұл сенің інің, бұл сенің бауырың. Олай жасауға болмайды деген сияқты не айтылу керек, адаптар айтылу керек, қыздар. Так. Так, сонда бүгін қорытындылайтын не нәрсе? Бүгін не айттық? Бүгін біз айттық, бірінші нәрсе бұл мақсат қою. Баламенен отырып, келісіп, мақсат қоямыз. Так, балам, біз қазір мұғалім сәтіге жазылдық, или там ағылшынға жазылдық, там да, или там басқа нәрсеге жазылдық. Егер осыны аяқтайтын болсақ, та күніне біз 5 минуттан, 10 минуттан мынаны істеуіміз керек. Так, бүгін 5 минут бүгін диктант жазамыз, 5 минут сен кітаптағы нәрсені көшіресің, 5 минут біз кітаптағы нәрсені оқимыз. Болды, 15 минут, 20 минут жеткілікті. Ұзақ нәрсе керек емес. Қандай кітаптарды таңдау керек, қалай таңдау керек, оның барлығын бағана айттым. Да? Ол орысша бола ма, арабша бола ма, да, балам самостоятельно болсын десе, әрине оған тіл үйреткен лучше. Екінші айтатын нәрсе, бүгінгі айтқан, бұл баланың ізден жүре бермеу. Да? Киіміңді апарып өзің сал, посудаңды жуып болдың ба, апарып өзің қой. Да? Өзі ойнап жүріп бөлмені ластады, или там ойыншықтарын тастап кетті ма, шақырып алып өзіне жинату. Ыдыстары тұра ма, өзіне жуғызу. Да? Кітаптар шашылып жатыр ма, өзіне жинатқызу. Бұл арқылы бала өзінің артынан өзі тазалайтын жағдайға жетеді. Одан кейін самостоятельно қылудың тағы бір екінші жолы үйдегі тірліктердің бәрін бөліп тастау. Там Мұрат мусор төгеді, Мөлдір посуды жуады, там үшінші бала там шаңды сүртеді, пәленше там сыпырады деген сияқты шаруаларды бөліп тастау керек. Может, бір күн дұрыс жасамар, 2 күн дұрыс жасамар, 3 күн дұрыс жасамар. Егер регулярно бұны істейтін болсаң да, 1 ай, 2 айдың ішінде уже бала бұл нәрсеге үйренеді. Сондықтан каждый раз бір нәрсені дұрыс жасамаса, бұрқылдап оның артынан істеп кете бермеңіздер. Өйткені сенде өзіңде уақыт болу керек, өзіңе қарайтын.
өзіңнің білім алатын уақытың болу керек, өзіңнің уақыт тыңдайтын уақытың болу керек, өзіңнің там спортпен айналысатын уақытың болу керек, шашыңды бояйтын уақытың болу керек. Бір болады ғой, бір өзіңе де қарайтын да, сен де адамсың ғой, сен де адамсың, сен де демал, анда міндетті түрде өзіңе уақыт болу керек. Одан кейін тағы айтқан нәрсе бұл адап дедік. Адап да, ес қағу болсын, балалар бір-бірімен төбелескен кезде бір-бірінің хақына кірмеу, да, біреу сөз тасыса оны тоқтату, да, осы мәселелердің барлығын біз ескеруіміз керек. Егер балам самостоятельно болсын, білімді болсын, пысық болсын, да, жұрттың баласы айдай, өзімнің балам қойдай деп отыра бермей, амал жасауымыз керек. Ал последний айтатын нәрсе ол әрине дұға. Біз амал жасаймыз, но оның жүрегін ауыртатын ол Аллах қана. Сондықтан қолды түсірмейміз, дұғаны жасаймыз әрі қарай да, и себебін жасаймыз, сосын дұғаны жасаймыз. Дұға біз айтып только жұма или там рамазанның ауызашары емес, дұға бұл болу керек любой кезде, да. Үйде мысалы бір нәрсені сындырып алды, бір нәрсені бұзып алды, там да, біз көп жерде бұл жерде қарғыс, да, көзіңе қарамайсың ба ақымақ, көзіңе қарамайсың ба, қол аяғыңның астына қарап жүрмейсің ба дейміз, да. Сол кезде вот это Аллахума архам деген сөзді пайдаланамыз. Аллахума архам Хадиджа, Аллахума архам Мульдер, Аллахума архам кім еді бағана, Мұрат, да. И осылайша дұғаны көбейтеміз, өйткені ата-ананың балаға жасаған дұғасы міндетті түрде қабыл болады. Сондықтан қолды түсірмейміз, әрі қарай жасаймыз. Ал егер сен үйреттің, тамда, бірақ бала бәрібір үйренбей жатыр, да, біз не істейміз, біз қолымызды түсірмейміз тоже, да. Көп аталар мен жаман ата-анамын, бәрі бітті, уже все дейді. Жоқ. Өйткені бала жаман болса да, сен себебіңді жасадың. Мысалы, сен үйреттің, бала оны істеген жоқ, намазын оқыған жоқ, оразасын тұтқан жоқ, или там сен айтқанды орындаған жоқ, сен оған қолыңды түсірме. Өйткені Нұх алейхиссаламның оқиғасы бізге дәлел, да. Біз шақырамыз, бірақ дұғаға жауап беретін Аллах қана, оның жүрегіне жеткізетін Аллах қана. Сондықтан пассивный болмаймыз. Менікі уже все, бәрі зая кетті, менің қолымнан ештеңе келмеді, мен акасы жаман ата-анамын, да, біздің көбісі өзін төмендетеді. Это все барлық ат шайтаннан. Сондықтан сен себебін жасадың, әрі қарай оның жүрегін алып келу, алып келмеу Аллахтың құзырындағы нәрсе. Сондықтан біз оған қарай араласпаймыз да Аллахтың жұмысына. Біздің жұмысымыз себебімізді жасадық, дұғамызды жасадық, и әрі қарай амалымызды жасап жүре береміз. Ал әрі қарай баланы алып келу, алып келмеу, ол кейін көрінетін нәрсе. Түсінікті ғой, иә? Так, бүгінге жеткілікті деп ойлаймын, иншалла, осы жерден тоқтайық. Аллах бәрімізге жеңілдетсін, Аллах бәрімізге бала тәрбиелеуде жәрдемін берсін дейміз. Енді әрі қарай баланың нерв клеткалары мықты болу үшін қандай амалдар жасау керек, сол 3-ші бөлімде иншалла келесі жолы қарастырамыз. Баланың нерв системаларын қатты болу үшін, мықты болу үшін, төзімді болу үшін не істеуім керек деген нәрсені қарастырамыз. Осы жерден тоқтаймыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астағфирука ва атубу илейхи.